Сәлем жүлерім. Кеңес одағынан өткен адамдар өзіңді сүю деген сөзге тым критикамен қарайды. Өзіңді сүю бұл эгоизм ғой деп бізге сондай баға қойып тұрады. Себебі кеңес одағы кезінде адамдар елі үшін, яғни қоғам үшін жұмыс істеу керек, қоғамды көтеру керек. Соғыстан кейін бәрі бірігіп жаңа қоғам, жаңа ел соғу мақсаты болған. Сондықтан өзіңді емес, қазір еліңді ойлау керексің деген программа қандарына еңіп кеткен. Қандарына еңіп, сіңіп, бізге де жұққан сол программа. Сондықтан қазір жаңадан өзімізді сүю керек деген информация келген кезде біз оны біртүрлі қабылдаймыз. Өзіңді сүю ол қалай, ол не деген сөз ол деп өзімізге сұрақ қоямыз. Түсініксіз бір андай не бұлт бар ғой, үлкен бұлт, формасы жоқ, не ол, қалай оны түсінесің деген ойлар келеді. Біріншіден эгоизмді қарастырайық. Эгоизм бұл эго сөзінен пайда болған, яғни өзімшілдік, мендік деген мағынаны білдіреді. Өзін сүйеді деген мағынада емес, керісінше өзін сүймейтіндігі соншалықты өзіне махаббат, сүйіспеншілік деген эмоциялары жоқ. Неге жоқ? Себебі бұл адамның, эгоисттің түбінде үлкен бостық бар. Сол бостықты ол басқа адамның назарымен, басқа адамдар мені сүйсе ғой, басқа адамдар мені қолдаса ғой деген ойы шығады. Одан басқа өзімшіл адам осы бостықты жұмыспен, бір заттармен, киімдермен, алкогольмен, керек емес достармен, әйтеуір түрлі нәрселермен толтырғысы келеді. Себебі бұл бостық денесінде қатты сезіледі, қатты ауыр болып сезіледі. Сол ауырлықты шыдай алмай, басқалар мені сүю керек, басқалар маған өзінің назарын беру керек, басқалар маған, менікі, маған деп әлемге сондай трансляция береді. Әлемге солай көрінеді бұл адам. Сондықтан қазір психологтар, түрлі коучтар, түрлі әйгілі адамдарды бізге өзіңді сүй деген кезде біз сәл түсінбей тұрамыз. Басымызда екі түрлі сұрақ туындайды. Өзің сүю деген бұл дұрыс емес қой, с одной стороны айтамыз. С другой стороны, өзің сүймесең кімді сүйесің? Бірақ қалай мен оны сүйем деп осындай внутренний конфликт пайда болады, внутренний сұрақтар пайда болады, түсініспеушілік пайда болады. Сонымен эгоист, өзімшіл адам бұл шын мәнінде өзін ойламайды. Басқа біреу мені ойлау керек деген оймен тіршілік жасайды. Өзгені мені ойласын дейді. Бұл мақсат подсознательно, то есть эгоист өзі бұл мақсат қойғанын білмейді. Өзінің санасымен, қазіргі ойлап жатқан санасымен оны сезе алмайды, оны түсінбейді. Бұл подсознание арқылы. Вот әр видеода подсознаниені қалай қазақшаға переводтайтынымды білмеймін. Вот честно, подсознание, бессознательное, бұл астыңғы сана десем бір түрлі естіледі. Астыңғы сана. Қандай астыңғы сана? Қай жерімде бұл сана деп іздегім кеп тұрады. Қараңыздар. Адам, вот мен адаммын, менің санам бар. Сана где-то 10% болса, подсознание бұл 90%. Подсознание біздің мінез құлқымыздың бізге көрінбейтін түбінде орналасқан программаларымыз, механизмдеріміз бар. Біздің өміріміз сол подсознанияға қатты байланысты. Бірақ жақсы хабар неде? Подсознанияны программировать етуге болады. Біз өзімізді программировать ете аламыз. Жақсы өмірге программа бере аламыз өзімізге. Итак, тақырыбымызды жалғастырайық. Айтып өткендей, өзімшіл адам барлық заттар мен үшін арналған дейді. Бірақ сол заттардан ләззат аламайды.
ол заттар оған не үшін керек? Басқаларға өзін менде сол заттар бар деген көрінісін көрсету үшін. Яғни эгоист адам ол маска тағады. Басқаларға әдемі көрінсін деп, жақсы адам сияқты көрінсін деп, сондай манипуляциялар жасайды. Соңында осы адамдар мені жақсы көрсін, маған бар махаббатын, сүйіспеншілігін, қолдауын берсін деп мақсат қояды. Ал енді өзіңді сүю деген не? Өзіңді сүю дегеніміз бұл өзіне шынайы қамқорлық жасау, өзіне дос болу, өзіңді сүю, өзіне барлық жағдай жасау, денсаулығына көңіл бөлу, дене шынықтыруға көңіл бөлу, тамақтану режиміне, ұйқы режиміне, қасында қандай партнер бар екен, менің әйелім немесе менің жолдасым қандай өзі, маған жаға ма, жақпай ма, мен оның қасында өзімді бақытты сезінем ба, өзім оны бақытты қыла алам ба деген өзіне терең сұрақтар қояды өзін сүйетін адам. И өзін сүйетін адам демалыс болсын, жұмыс болсын, семья болсын, бақыт, спорт, секс, кез келген сфераға көңіл бөледі. Ой, ол сфера маған керек емес, спорт керек емес маған, не қыламын мен спортты деп. Немесе дене шынықтыру маған керек емес, дұрыс тамақтану керек емес. Жеп жатырмыз ғой, бешбармақ бар, күнде бешбармақ нормально. Немесе күнде қамыр тамақ, күнде жирный тамақ, нормально, ничего. Ата бабамыз спокойно ели, переваривали, я тоже переварю деп өзінің тамақтану режиміне қолын қоя салады. Немесе секс сферасына көңіл бөлмейді. Ой, ұят нәрсе ғой ол, болмайды оны айтуға. Сексологқа бару дегенді вообще қабылдамайды. Яғни өзінің өмірлік сфераларына көз жұмады. Бұл көз жұматын адам өзін сүймейді. Өзін сүйетін адам барлық сфераларының маңызды екенін түсінеді. Неге ол маңызды? Ең басты себеп бұл бақытты болу және рахат өмір сүру. Үшіншісі, басқа адамдарға польза әкелу, басқа адамдарға пайда беру, пайда әкелу деген мақсаттар. Өзін сүйетін адам өз өмірін өзіне лайықты қылып құрастырады. Және лайықты әрі басқа адамдардың шекарасын түсіне тұрып құрастырады. Ол өз-өзінің шекарасын түсінеді. Өз-өзінің шекарасын сезе алатын адам басқалардың шекарасын да сезеді. Өз-өзін құрметтейтін адам басқаларға да құрмет көрсете алады. Ал эгоист адам ол өзін құрметтейді ма? Жоқ. Ол өзін құрметтемейді. Ол өзіне условия қояды. Вот если мені жақсы көрсе, если маған әкеліп берсе, маған анау істесе, сонда мен өзімді сүйем деп условия қояды. Тағда эгоист адамның белгісі қандай? Эгоистті өте оңай табу. Эгоист басқаларды кінәлайды. Сен маған берген жоқсың, сен маған істеген жоқсың, сен осындайсың, сен мұндайсың. Әйтеуір барлық жаман, ол өзі жақсы. Не деген сөз бұл? Ол өзінің өміріне жауапкершілік алмайды. Мен қазір өмірімді қалай жақсартсам болады? Өзіме не жасасам болады? Мен өзіме не жасай алам деген сұрақтар қойылмайды эгоистте. Ал өзін сүйетін адам, даже если қазір 100%-да өзімді сүйем деп айта алмаса да, жай қадамдар жасайды. Өзіне қарап қадамдар жасайды. Вот и все. Вот осындай айырмашылықтар. Достар, сұрақтарыңыз болса, астында комментарийға жазсаңыз болады. Лайк басып, менің каналыма жазылуға ұмытпаңыздар. Бұл маған үлкен мотивация береді. Жаңадан көріскенше сау болыңыздар.